Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қуырылған сосиска в тестенің рецептімен бөлісемін. Іші толықтай пісетін, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен апара дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтке жылы дегенде сәл ыстығырақ етіп алып, оның үстіне қант, дрожж және де 2 шай қасық ұнымызды қосып, араластырып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Төменге описанияға видеоның астына неше мөлшерде керектігін барлығын жазып қалдырамын. 10 минуттан кейін ашып қарасаңыздар, дрожждарыңыз осылай көпіршіп тұрады. Мінекей дәл осындай болу керек. Енді осы қоспамыздың үстіне тұзымызды қосамыз, одан соң бір жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Одан кейін тағы да жылы сүтімізді қосып араластырып, ұнымызды осындай шетінен барлығын бірден қоспаймыз, аз-аздан қосып отыра қамыр илейміз. Мінекей осылай аз-аздан қосамыз да, одан кейін осындай 50 мл-дей сұйық май қосып араластырып жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып үйленуі керек. Мінекей енді қамырымыз да дайын болып қалды. Дәл осындай болып шығады. Бетін жауып 1 сағатқа жылы желге қалдырып қоямыз. Сосиска в тестемізді осылай барлығын мен біреуін 2-ге бөліп алдым. Барлығын осылай. Қамырымыз ашып дайын болды. Ұнымызға азырақ аунатып аламыз. Ешқандай оқтаумен жаюдың қажеті жоқ. Осылай керек мөлшерде алып, шет жақтарын жақсылап түйіп алып, осылай қолдарыңызбен осылай жабыстырамыз қамырларды. Қатты қалың алып қоймаңыздар, өйткені іші піспей қалуы мүмкін. Жұқа етіп аламыз қамырларымызды. Неке осылай дөңгелетіп жүріңіздер, сонда тесілмей әдемі болып піседі. Майымыздың астын жай етіп қойып пісіреміз, ортасы толықтай пісіп шығу үшін. Неке жақсылап қуырылғаннан кейін осылай алып аламыз. Сосиска в тестелеріміз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды деген ойдамын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.